Сәлем достар, сіздермен бірге ерке. Бүгін мен сіздерге бөдене мен түлкі ертегісін айтып беремін. Олай болса, видеоны соңына дейін қараңыздар. Бар екен де жоқ екен. Баяғыда бөдене мен түлкі дос болыпты. Бір күні түлкі бөденеге айтады: «Досым, сен мені бір өлердей күлдірші» депті. Бөдене айтады: «Жарайды, соңыма ер» дейді. Сөйтті де бөдене бұтпылдық деп ұшып кете береді. Оның соңынан еріп отырады. Әлдене уақытта бөдене бір ауылдың сыртына келіп қонып, түлкіге: «Досым, сен осы жерде қарап отыр, мен сені қазір күлдірем» дейді. Осылай деп бөдене ұшып барып, сиыр сауып отырған бір әйелдің басына қонып отырады. Бұны үйдің қасынан ағаш көміп отырған күйеуі көріп: «Кемпір, басыңа бөдене қонды, қозғалма, оны мен ұрып алайын» дейді. Сөйтеді де қолағашты алып, бөденеге жіберіп қалады. Бөдене болса ұшып кетеді. Әйел құлап түседі. Түлкі болса шек-сілесі қатып күледі. Бір кезде түлкі күлкісін әрең тиіп: «Досым, ризамын, өлердей күлдірттің. Енді сен мені қатты бір қорқытшы» дейді. «Бөдене болса жарайды» дейді. «Мен бұтпылдық деп ұшып отырам. Сен көзіңді тар жұмып, менің соңымнан еріп отыр. Көзіңді мен аш дегенде аш» дейді. Осылай бөдене бұтпылдықтап, түлкі көзін жұмып жүріп отырады. Бір кезде бөдене түлкіге: «Көзіңді аш» дейді. Түлкі көзін ашып жіберсе, төңірегі тола ит жүгіртіп, құс салған аңшылар екен. Түлкінің жүрегі тас төбесінен шығады. Өлді деген осы екен деп, ол бар пәрменімен қаша жөнеледі. Ит құс соңына түсіп қуады. Түлкі бір уақытта қашып құтылып, бір бұтаның түбіне келіп алып отырады. Әлден уақытта бөдене келеді. Оған түлкі ашуланып: «Қорқыт дегенде осылай қорқытасың ба? Сен мені өлтірмекші болған екенсің ғой. Сен маған дос емессің, қас екенсің. Мен сені жеймін» деп бөденеге тұра ұмтылады. Бөдене пыр етіп ұшып кетеді. Түлкі оның құйрығын жұлып алып қалады. Бөдененің құйрығы осыдан кейін шолақ болып қалған екен. Достар, осымен менің ертегім аяқталды. Егер менің ертегім ұнаса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер.